Прикинь, өзіміз бірінші рет отырғанбыз ғой. Короче, таң сағат 8:30-да неде Италияда болу керек болғанбыз. Бали ме? Иә. В общем, кемеміз бұзылып қалады, былай айтқан кезде. Моторы бұзылып қалды. Қаттырақ сөйлей берген, дауысым естілмейді ғой. Бұда екі мотор болады екен, біреуі мына жағында, біреуі мына жағында, короче. Кеше мынау ысытып қалады да, 12 сағат жолды 24 сағат жүріп келіп жатырмыз. Іш деген пісіп кеткен ғой, іші жата беріп. Ана екеуі сопровождать етіп келіп жатыр бізді, короче. Жолда қалып кетті, екен мынау да бұзылып қалды деп. Міне қараңыздар, біреуі ғана істеп тұр мына ше. Енді хабарландыру келіп жатыр бізге. Жалғасын саламын, күтіңіздер. Тағы да қызықтар. Енді бір құдай деп міне қойыңыз. Осындай болады, короче, жігіттер. Қазір Италияға барамыз түнгі сағат 11-де. Дальше больше өздері информация береді. Давай подамам қайтыңдар дейді. Болмаса, короче, билеттерін қайтарып беремін дейді, короче. Билетіміз қайтарып беретін болса, жеп алып жатырмыз ғой. Ақыр қайтарып береді екенсіңдер,